Ассалаумағалейкум құрметті отандастар. Бүгінгі шығарылымда біз адамның денесіне жын кіре алатын негізгі себептер жайында қозғамақпыз. Қай уақытта адамның денесіне жын кіре алады? Біріншісі, қатты үрей және қатты қорқынышта. Қатты ашулану және Алланы ұмытатындай қатты қуану, қатты күлу кезінде. Есінеп жатқанда ауыз жаппау. Естеріңізде болса, сүннет бойынша есінеп жатқанда аузы алақанмен жабу керек. Келесі, мас болу, күнәлі істерден ләззат алу. Міне осы 6 себеп кесірінен адамның денесіне жын кіре алады. Айта кетсек, бұлардан басқа адамның денесіне жын кіретін басқа да жағдайлар бар. Егер ол жағдайлар сіздерге қызықты болса, пікір бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Сіздерге ескертпе ретінде Алладан қорқу, күнәлар үшін қорқу, шеттен шықпайтын Алла разылығы үшін ашу дегендер бар. Және Алланың мейірімділігіне қуану, халал етілген ләззаттар. Міне осылардың барлығы жоғарыда айтылғандарға кірмейді, яғни шариғаттың шекарасынан шықпағандықтан. Қатты үрей, қорқыныш, күнә істеп жатқанда шайтанның әсерінен және жын тиюден қорғану үшін және ары қарай күнәні жалғастыра бермеу үшін адам баласы Алланы еске алуы өте маңызды. Сол кезде жын денеге кіре алмайды. Барлық жаманшылықтан және екі дүниенің қараңғылығынан ең үлкен қорған бұл шариғат пен пайғамбарымыздың сүннеті болып табылады. Сол себепті ислам дінін және пайғамбарымыздың сүннетін үйренуге шақырамын. Алла тағала баршамызды шариғатпен және пайғамбарымыздың сүннетімен жүріп, өзінің тура жолында болуды нәсіп етсін. Әмин.